Қайырлы күн достар, апта ішіндегі елеулі оқиғаларға шолуды біздің каналдан көріп біле аласыздар. Жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздің қолдау біз үшін өте маңызды. Алдымен аңдатпа. Алматы әуежайында қызметкерді кепілге алған ер адам бір сәтте елді дүрліктірді. Астанаға арман қуып келетіндер мен жан бағуға келетіндерге шектеу қойыла ма? Жекенің қолындағы ақылы автотұрақтар қашанғы халықтың қалтасына түспек? Мәселенің шешімі қандай? Көктемгі әскерге шақыру науқаны басталды. Күштеп әкету биыл да орын ала ма? Бұл қаншалықты заңды? Картоп бағасы тұрақтар емес, отандық картопты шірітіп, Қытай картопына күніміз қарап отырма. Шымкентте сыбайлас жемқорлық саптиылды, парақорлық жоқ деседі. Сіз осыған сенесіз бе? Мәжілістің су жаңа депутаты Екатерина Смолянкова кім? Саясатқа қандай қатысы бар? Алматы әуежайында қызметкерді кепілге алған ер адам бір сәтте елді дүрліктірді. Оқиға 7 наурызда Алматы халықаралық әуежайының рейс алдындағы тексеріс аймағында болған. Короче, тип заложника взял. Абырой болғанда сын сағатында Мұса Сайрамбайұлы жанқиярлық әрекетке барып, қызды құтқарды. Айтпағымыз бұл емес, стратегиялық нысанға жататын халықаралық әуежайға азаматтың суық қарумен еркін кіруін қалай түсінуге болады? Құқық қорғау органдары мен арнайы қызметкерлер әуежайды күзету және қорғау бойынша қатаң шаралар қабылдау керек емес пе еді? Бақ беттерінде күдіктінің бұған дейін қоғамдық көлікте азаматшаға қол көтерген кісі екендігі жазылуда. Ехал в автобусе, и молодая девушка по телефону громко разговаривала. Ей замечания дали женщины рядом пожилые. Потом я ей дал замечание. Она мне посылает матом. Я автоматически ей тоже ударил пощечину. Естеріңізде ме, мешіт ішінде пышақ ұстаған адамның бұзақылығы кезінде полицияның әрекетсіздігі халықтың ашуын тудырған еді. Бұл екі оқиғада да полицияның дәрменсіздігі тиісті арнайы дайындықтың жетіспейтіндігін көрсетпей ме? Функционалды міндетінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттелген тәртіп сақшылары емес, неге Мұса Сайрамбайұлы өмірін қауіпке тігу керек? Иә, қазақтың әрбір жігіті қара көзін қиянатқа қиып қарап тұрмасы анық. Десе де бұл оқиғаларда полицияның тек қана дайындық деңгейі емес, сонымен қатар олардың шұғыл әрекет ету қабілетінің де сынға түскен сәті еді. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін полиция қызметкерлерінің дайындық деңгейі дұрыс пысықталса, қаншама талапқа сай келмейтін қарынбайлар жылы орындарын босатар ма еді? Бәлкім сонда ғана қоғам қауіпсіз болмақ. Астанаға жастар арман қуып келсе, отбасымен алыстағы ағайын ала сөмкесін сүйретіп жан бағуға келеді. Қайсы бірінің мақсаты үріп-ішіп шайқап төкпесе де тіршілік етіп, талғажау табудың қамы. Жылы орнын суытып, ағайыннан алыстап пәтер жағалап жүрмес еді ғой. Өз өңірінде өндіріс дүрілдеп тұрса, ендігі жерде Астанаға келуге шектеу қойылмақ па? Бұл кімнің идеясы? Қазіргі уақытта халық ірі қалаларда өмір сүруге талпынуда. Бұл пәтерлерде тұрғындардың саны шектеусіз тіркеу проблемасын алып келді. Тәжірибе көрсеткендей, тұрғын үй иелері үйінде нақты тұрмайтын жүздеген азаматтарды тіркеу фактілері бар. Астана қаласының пәтерлерінің бірінде 800-ден астам адам тіркелген. Жалпы айтқанда 924 осындай мекенжай анықталды.
Осы мәселені шешу мақсатында елорда аумағында тұрақты және уақытша тұратын жері бойынша тіркеу нормативін бекіту, яғни мәслихатпен алдағы уақытта бір азаматқа қанша шаршы метр тиесілі екенін белгіленетін болады. Астана аумағында бір мекенжайды нормативтерден артық тіркеуге тыйым салу бойынша өзгерістер енгізу ұсынылады. Бұл ретте тіркеу нормативтері тұрғын үйдің меншік иесінің және жұбайының жақын туыстарына қолданылмайтынын атап өтеміз. Сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу аясында тұрғын үйлерде тіркелген және тұрмайтын жеке тұлғаларды тіркеуден шығармағаны үшін тұрғын үй иесіне жауапкершілік күшейтілетін болады. Бүгінгі күнге сіздің айтуыңыз бойынша 1,5 миллион халық бар. Жаңағы азаматтардың бәрі бір үйге 800-ден тегін кіріп жатқан жоқ, бұл жағдайлар болмағаннан кейін. Сондықтан бұл болашақта 2 миллион қала бола ма, жоқ 3 миллиондық қала бола ма? Менің ойымша, қазіргі уақытта болжамдаған адамның санынан алдағашан асып кетті Астана. Қазір бүкіл инфрақұрылымда тапшылық. Қазір әптесе нақты айтар Астананың әкімінің орынбасары, ол менен көбірек білетін шығар мына мәселеде. Бірақ су тапшылық. Былтыр көрдіңіз ғой, жазда не болған. Сол себепте мына заң өте орынды. Шамалы шектеу керек. Адамның саны, миграцияны шектеу керек. Басқа өңірлерге адамдарды жіберу керек, ол үшін жұмыс орындар ашу керек, мекемелер. Жаңа бірізде сұрақ болды. Ертең мына сезонный жұмыста адамдар келсе, стройкаға адамдар келсе, әрине оның ішінде ертең қағиданың ішінде жазу керек оның барлығын. Ертең мысалы стройка адам келсе, стройканың иесі общежит дайындау керек оларға. Көпшілік талқысынан түспейтін тақырыптардың бірі жекенің қолындағы ақылы автотұрақтар мәселесі. Көлігіңді қоятын жер таппайсың, есесіне бос орынның барлығы дерлік жеке компанияның май шелпегі, яғни ақылы автотұраққа айналған. 6 минут тұрасың ба, 7 минут тұрасың ба, 100 теңгеңді қағып алады. Ал төлемейді екенсің, түсірілген дәйектемелермен сот арқылы өндіреді. 3 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл төлейсің. Алайда көлігіңді әлдекім сырып кетсе, сұғанақ қолды тонап кетсе, компания жауап бермейді. Bir сөзбен айтқанда, алаған қолын береген саясатын ұстанбайды. Бұл мәселе қалай реттелмек? Біз білеміз, енді Конституцияның 6-шы бабына сүйенетін болсақ, еліміздегі жердің иесі халық болып табылады. Мемлекет тек қана сол меншік құқығын жүзеге асырушы, бірақ мемлекет сол халықтан яки жердің иесімен ақылдаспай-ақ 2018 жылдан бері осы қаладағы барлық қоғамдық жерлерге ақылы автотұрақтар құрды, және оны жекеменшік компанияларға беріп тастады. Мәселен, соңғы 3 жылдағы мәліметті айтайын, 21-24 жылдары ақылы автотұрақтарға астаналықтар 726 миллион теңге төлесе, соның 617 миллион жекеменшік компанияның қалтасына кетті, яки бюджеттен тыс кетті деген сөз. Сондықтан осы ақылы автотұрақтарға қатысты нақты сұрақ. Осы идеяның авторы кім, құру туралы, және оны жекеменшік компанияға беру туралы шешімнің де түбінде тұрған автор кім, иесі кім? Соны маған атап берсеңіз. Екінші, осы әкімдіктің мамандарымен жұмыс істеген кезде осы 25 жылдың 1 маусымына дейін ақылы автотұрақтардың барлығы жекеменшік компаниядан әкімдіктің иелігіне өтеді деді. Яки мемлекеттік меншігіне өтеді. Ендеше осы мемлекеттік меншігіне ақылы автотұрақтар өткеннен кейін халық қоғамдық жерлерді, яки саябақ, басқа жерлерді тегін пайдалануға, сол жерлерге автокөліктерін тегін қоюға мүмкіндік ала ма, жоқ па? Осы екі сұраққа нақты жауап берсеңіз, рахмет. Ақылы тұрақтар 18 жылы әкімдікпен құрылған болатын жеке компания парковочное пространство Астаны, Шыңғыс Садуов деген директоры және жаңылыспасам өзі учредитель компанияның. Қазіргі таңда Астана қаласының әкімдігімен сол компаниямен келісім шартты бұзу туралы қол қойылды. Бұдан басқа енді мына мүлікті мемлекеттің тарапына өткізу туралы жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ендігі алдағы уақытта тек мемлекеттік мекеме бұл жұмыспен айналысатын болады. Нақтылай кеткім келеді, білеміз 18 жылдан бері. 18 жылдан бастап 22 жылдың желтоқсанына дейін
ақылы автотұрақтан түскен ақшаның 95% жекеменшік компанияға кетіп отырды, 5% қаланың бюджетіне кетті. 22 желтоқсанына дейін міне бүгінгі күнге дейін 75% жекеменшік компанияға кетеді, 25% ғана бюджетке түседі. Оны түсініп отырмын. Енді сіздің сөзіңізден ұққаным, ақылы автотұрақтарды құру және оны жекеменшік компанияға беру туралы шешім Астана қаласы әкімдігінің шешімі болды. Бұл түсінікті. Енді мінекей жекеменшік жаңа ақылы автотұрақтардың жерлері мемлекетке өткеннен кейін әкімдікке, қоғамдық орындарда, саябақта, басқа жерлерде тұру азаматтарға автокөлікпен тегін бола ма, жоқ па? Шамамен 600 миллионға жақын ол компания 18-ден бері пайда тапты. Оны өзінің жаңағы мекемесінің қажеттілігіне паркоматтар орнатуға жұмсады, айлық, көлік жұмсады. Ал ол бағыттан, мына айыппұлдан шамамен 5 миллиардтан астам ақша бюджетке түсті. Енді қоғамдық орындарға айтатын болсақ, мына әлеуметтік нысандардың қасында тұрақтар тегін. Қазіргі таңда біз мына көп ұсыныстарды қарастырып, басқа да бағыттардың қай жерінде, қай арнайы нысандар тегін болу керек екен, оны біз уже өзіміз қарастыратын боламыз. Көктемде әскерге шақыру науқаны басталды. Күштеп әкету биылда орын ала ма? Отанды қорғау әрбір азаматтың борышы, оған дау жоқ. Алайда әскердегі әлімжеттік салдарынан орын алған түрлі жағдайлар ананы да, баланы да уайымдатпай қоймайтыны анық. Көпшілік көкейіндегі әскери шақырылымға қатысты сауалдарға жауап іздеп көрдік. Елімізде әскери қызметтен жалтарған үшін түрлі жаза қолданылатыны белгілі. Мыңайлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл, қоғамдық жұмысқа тарту немесе бас бостандығын шектеу секілді. Соңғы жылдары осындай жазаға тартылған, қанша азамат осындай жазаға тартылған туралы дерек бар ма? Әкімшілік кодекстің 465-467 бабына сәйкес біздер әскерге шақырушылардың әскерге жалтарып жүрген кезінде 5 айлық мөлшерде айыппұл саламыз. Бұл тарапта біздер 10 мыңнан астам осындай келушілерге әкімшілік жаза тартылды. Бұл тартылу мәселесі ішкі істер органдарының арқылында несінде жүргізеді, құзырында. Әскерге заңсыз алып кету факторлары бойынша қанша қызметкер жазаланды? Әскерге шақыру барысында азаматтардың құқықтары бұзылған жағдайда олар қайда және қалай шағымдана алады? Көшеден ұстап әкету бұдан кейін де жалғаса ма? Бұл жерде толықтай жылдың 22-23 жылдағыдай, мысалы көшеден басып сау алып кетіп жаңағыдай адамның құқығын бұзатын деген үлкен шаралар, көп шаралар болған. Оның алдын ала болдырмас үшін біздер әскери бас прокуратура мен басқа да органдармен қатарласа жұмыс істеп, бұл жағдайда болдырмас үшін біздер қазіргі таңда көшеден ұстап әкету мақсатында жұмыстар тоқтатылдық. Бірақ әскерден жалтару ол жаңағыдай заңға сәйкес 30-шы бабына ішкі істер органдарына тапсырылған. Олар өздерінің рейдтік жаңағыдай өздерінің құқықтық тәртіп сақтау рейдтерінде жүргізетін шара негізінде олардың соларға тапсырылған іс. Олар ондай шаруаны егерде әскерден жалтарып жүрсе, әскерге келмей қашып жүрген жастар болатын болса, ондай іс шаралар қолданылады. Бұған дейін әскерге шақырту, яғни повестка қағаз жүзінде берілген еді. Осы жақындан бастап электронды повесткалардың жолдап бастағандарын естіп білдік. Енді сұрағым, электронды повестка жіберілгеннен кейін шақырылған уақытта жергілікті қорғаныс бөліміне бармаса, әкімшілік айыппұл салу процесі басталып кете ме, әлде бір қандай да бір ескертпелер бола ма? Жалпы сұрағыңыз түсінікті. Әрине өздеріңіз білесіздер, қандай да бір шақыру қағазы болатын болса, сіздер сотқа шақыру немесе налог төлеуетін болса, сіздер міндетті түрде келіп, сол айыппұлды төлеп жасайсыздар. Ал әскерге шақыру науқанында бұл заңдастырылған жүйені қағаз бұрынғы, біз мысалы 18-ші жылы әскери комиссариаты құрылғаннан бастап, тек шақыру қағазын беріп, жаңағыдай үйіне барып тапсыратын болсақ, қазір өздеріңіз білесіздер, өмірдің, әлемнің бәрі өзгеруде, цифрландыруда. Ал жаңағы бұл азаматтарды әскерден жалтаратын болса,
заңның әкімшілік заңның 465 бабына сәйкес, егерде ол бірінші 465 ол әскери комиссариатқа келмеуі, екінші 466 бап ол әскери комиссариатқа келіп, кейіннен медициналық сараптаманы өтпейтін болса, онда жүйелі түрде келмейтін болса, 3 рет 4 рет болса, жаңағыдай әкімшілік хаттама толтырылып, кейіннен барып қана жазаға тартылады. Жалпы 1-2 хаттама келгеннен кейін оған бірден жаңа хаттама келу, жаңағыдай оған айыппұл салыну қаралмаған. Айтып өттіңіздер, ешқандай да күштеп әкету болмайтын. Биылғы жылы ол бойынша тиісті қызметкерлер жауапқа тартылатын айттыңыз, ондай жағдай орын алған жағдайда. Енді сауалым, бүгінгі күні жалпы компьютерлік ойын орталықтарынан барып, сондағы жастарды тізімге алу мәселесі жүріп жатқанын жиі редакциямызға хабарласып айтады. Бұл әрекеттер қаншалықты заңды? Бұл әрекеттерді, сұрағыңыз өте дұрыс, ойын клубынан, жаңағыдай кешкі ойын сауық орындарында жүрген жастардың жаңағыдай әскерге жалтарып жүрген әскердің, ол жалпы барлық қоғамға байланысты емес, бірден келіп көшеден алып кету деген. Бұл жерде өзінің жаңағыдай ішкі істер органдарына тапсырылған жаңа хаттамасы бойынша кім әскерде қашып жүр. Сол кезде олар рейдовый мероприятие жасайды. Келіп жаңағы ойын клубы бар, басқа да жаңағыдай сол жерде егерде ол әскерден әскери жаста шақыру жасына жеткен, мен сізге айттым ғой, жаңа цифрландырған жүйе деп. Мысалы біз азаматтарды тексеру үшін өзіміздің цифрландырылған жүйеге кіреміз. Оның жеке ЖСН нөмірі болатын болса, сандық нөмірі болатын болса, сол арқылы біз ол баланың оқып жатыр ма, денсаулығында ақауы бар ма, немесе ол әскерге шақырылуға тиісті ме, немесе ол қандай да бір жағдайлары отбасылық жағдайына байланысты әскерден босатылған ба, ол туралы бүкіл мәліметтер болады жаңағы ішкі істер органдарының қолдарында. Ол сол егерде соған байланысты жаңағы азаматымыз әскерден жалтарып келмей жүрген жағдайлар болса, көбі білесіздер, қазір мысалы 700 мыңнан астам біздің ішкі миграция, мысалы жұмыс миграциясы есепте бір жерде тұрады. Одан кейін жаңағы ауылдың балалары көбі қалаға келіп жатқанын өздеріңіз көресіздер. Ауылдық жерде көбі қазір қалған үлкен кісілер ғана қалды, немесе шаруашылықтары барлар. Жастардың көбі қайда жүр? Көбі осы Астана қаласы сияқты үлкен мегаполистерде жүр. Сол кезде оларды біз шақыру қағаздарын жіберіп, бірақ оларды келтіре алмағаннан кейін, ол іс қағаздарды біз ішкі істер органдарына тапсырамыз. Ішкі істер органдары олар өздерінің құқығымен құзырындағы шегіндегі әкелуге тиісті. Осыған байланысты нақтылау сұрағым, жаңа өзіңіз атап өткендей, жергілікті жерден қалалық үлкен қалаларға барып жұмыс жасайтын жастар сол жердегі жаңағы учаскелік полицейлер ұстап алып, өзінің жергілікті жеріне қайтармай, өзге қаладан әскерге аттандыра ала ма? Әрине, мен жаңағыда тағы да атап өткім келеді. Егерде біздер жеке әскерге шақыру қағазы, мысалы, әр жеке жергілікті әскери басқару военкоматтарда болатын болса, қазір ол цифрландырылған. Жаңағы айтқан бүкіл мәліметтердің бәрі сонда. Содан кейін ол Қазақстан Республикасының азаматы болғаннан кейін, Қазақстанның ішінде жүргеннен кейін, ол әскерден жалтарып, мысалы, айтады, не себепті жаңағы шақыру қағазын ол сол жерге берді деп. Егерде оған әскери шақыру қағазын беру мақсаты уақыты жергілікті жер жазылмаған. Беру қай уақытта да тапсырылу. Әскерге шақыру науқаны басталды. Міне бүгін біздер брифинг өткізіп жатырмыз. Халыққа, бүкіл бұқаралық халыққа жеткізіп жатырмыз. Осы хабарды естігеннен кейін әскерге барам деген жастар, жарамды жастар, олар өздерінің жергілікті атқару органдарына, военкоматқа келіп, сараптамадан өтіп, ары қарай әскери міндеттерін өтеу парыз. Ал жаңағыдай басқа ауылдан келіп, басқа облыстардан жіберу деген, бізде ол соның іш қағазы барлығы дайын тұр, цифрландырған. Сол себепті біздер оған құқылымыз, оған жіберуге міндеттіміз. Осыған байланысты мемлекеттік мекемеден, мемлекеттік емханаларда жұмыс жасайтын қызметкерлерді, жастарды бір уақытта босататын, жаңа жұмыс жасағандығы туралы анықтама көрсеткен жағдайда былтырғы жылдары оған қараған жоқ. Жұмысына қарамастан әскерге жіберіп отырды. Биылғы жылы қалай болады? Жалпы заң төңірегінде ешқандай өзгеріс болған жоқ. Бұл жерде заңның 35-ші бабында көрсетілген. Бұл жерде мұғалімдер,
немесе жаңағыдай депутаттар, басқадай өзінің құқығы бар әскерден босатылған азаматтарды, ондай азаматтарды біз әскерге шақырып жатқан жоқпыз. Ал егерде ондай босатылмаған әскерден онан жаңағыдай босатылмайтын құқығы болмайтын болса, біздер ол балаларды міндетті түрде әскер жаңа жұмыс орнына хабарландыру беріп, жұмыс орындары бізде есеп айырысу мақсатында жұмыс жасап, кейіннен ол жастарды жұмыс беруші әскери комиссариатқа жіберіп, әскерге жіберу керек міндетті түрде. Олар егерде жібермейтін болса, бізде ол жұмыс берушілерді әкімшілік жазаға тартуға біз емес, ішкі істер органы онда құзырлы. Тұрақсыз картоп бағасы 6 айда айта қартайған Жамал апайдың мысалына ұқсап бара жатыр. Ауыл шаруашылығы министрі елде қамбада картоп көп дейді, ал сауда және интеграция министрі картоп мәселесінде ешқандай да проблема жоқ дейді. Картоп көп болса, мәселе жоқ болса, баға неге тұрақсыз? Қытай картопына күніміз неге қарап тұр? Арман Шаққалиев мырзаға біз картоп бағасының неге қанша уақыт өтсе де тұрақтандыра алмай отқандығы жөнінде сұраған едік. Сол кезде бізге берген жауабында 180 теңгеге картоп табуға болатынын айтқан еді. Қазіргі таңда нарықта өзіміздің өндірілген шығарған картоп жеткілікті. Кеше ғана біздің сауда желілеріне тізім жібердік. Қосымша тізім 15 000 тонна картоп. Сіз жаңағы айттыңыз ғой, смол, магнум, олардың бағасы қазір 180 теңгеде бар. Біз іздеп көрдік, ешқандай ондай баға картоп таппадық. Нәтижесінде бүгінгі магнумның қосымшасындағы бағасы 335 теңге деп тұр екен. Арғарай 400, 450, 500-ге дейін кете береді сұрпына қарай. Енді сұрайын деген сауда және интеграция министрі нақты картоптың бағасын білмей ме? Соңғы рет қашан мониторинг жүргізді, осы жөнінде сұрайын деп едік. Рахмет сұрағыңызға. Әріптестер. Жалпы магнумда 4 түрлі картоп бар. Ол біреуі 185 теңге. Сіз қалай оны байқамағаныңыз білмеймін. 185 мен нақты айта аламын. Мен сізді бөлген жоқпын ғой. Ондай баға жоқ. Қожа Ахмет мырза. Мен сізді бөлген жоқпын ғой. Сізді мұқият тыңдап алдық. Енді жауап беруге мүмкіндік беріңіз, болмаса сіз жалғастыра беріңіз, мен сізді күте тұрайын. Мен сізге айтып отырмын. 4 түрлі баға бар. 4 түрлі баға бар магнумда. Біреуі 185 теңге, екіншісі 429 теңге сеткада, қызыл картоп 455 теңге, и Қытайдан келген картоп 375 теңге, шатаспасам. 4 түрлі картоп тұр. 185 теңге, ол Астана қаласының СПК Астана дейміз ғой, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация. Содан олар қаржыған. Ол қаржыға олар өзіміздің Қазақстанның тауар өндірушілермен контрактқа отырған. Сол контрактқа отырған компания өзінің міндетін орындау үшін магнумға картоп жеткізіп тұрады. 4 түрлі картоп бар. Рахмет. Үстіндегі ақпаратты айтып жатқан боларсыз. Іс жүзінде мен сізбен бірге барып көруге мен дайынмын. Жарайды, бүгін кешке барайық, ертең азанда барайық. Қарсылық жоқ. Бұқаралық ақпарат құралы ретінде екінші сұрақтың орнына сіздерге ұсынысым Астанадағы әлеуметтік маңызды азық-түліктер бойынша пресс-тур жасауға мен сіздерге ұсыныс жасаған болар едім. Сол кезде бәлкім нарықтағы сатылымдағы нақты бағаға көз жеткізген боларсыздар деп ойлаймын. Қарсылық жоқ. Қазір сағат 6-тан жаңа 7 минут өткен соң аузымызды ашып алайық. Сағат 7-те барам десеңіз, кешкі 7-те барайық. Болмаса ертең барайық. Мен дайынмын. Картоптың қазір 3 па 4 бағасы бар. Былай есептегенде. Біздің СПК арқылы берілетін сақтандыру қорларына 135 теңге. Бірақ ол деген аз. Біздерде қазір қалғаны қанша 43 па 46 мың тонна болған. Ол деген бір жарым айға жетеді шығар мүмкін. Бірақ сосын пайдаланбайды көбі. Себебі тозып кетеді ол. Енді біз қашан салдық оны? Көктемде салдық қана, жазда салдық оны сақтандыру қорына. Әрине, әрбір қажеттілер жақсы свежий картопты пайдаланғысы келеді. Свежий картопты біздер қазір Қытайдан әкелуге бастадық. Қытайдан мысалы Алматыға келгенде өзінің бағасы 220. Доставкасы бар, таможнясы бар, анау. Сол себепте ол деген қазір қымбаттау. Оны қазір 287 теңгеден сату бастады. Нарықта жоқ ондай. 335 теңгеден тұр, бұл көріп отыр. 335 теңгеден. Ертеңнен бастап 299 теңге болады.
ол бағаға. Бірақ Қытайдан, Пакистаннан бізді картопты қазір шартқа қол қойып әкелеміз. Ешқандай тапшылық болмайды. Мына жаңа 450 деген сіздің 450 деген картоп, ол деген отборный картоп, қызыл картоп, қазір дүкенде жатқан. Ол деген бизнесмендердің өздері әкелген. Енді әрбір адамның өзінің таңдауы бар. Керек болса, мына картопты ал 135 теңгеден. Бірақ сапасына қарағанда әрине бағасы да сондай. Керек болса, мына 450 теңгеден ал. Бірақ тапшылық болмаса, бізге қазір уақытта ол енді сұрақ номер 1 сол ғой біздерге, тапшылық болмау үшін. Сіздің сөзіңізге сүйенсек, яғни бізде картоп қоры бар, алайда сақтау механизмін дұрыс үйлестіре алмай отырмыз ба? Картопты қалай сақтасаң да сапасын сақтай алмайсың. Себебі холодильникте бар. Керек болса, любой сақтандыру қорларыңызға мен айтайын, сауда министрлігіне экскурсия жасаса сізге, бизнес-тур. Өздеріңіз көресіңіз. Оны қалай сақтасаң да сапасын маусым айына дейін сақтай алмайсың. Сауда және интеграция министрімен журналистер арасында сәуір, мамыр айына дейін шыдайды. Содан кейін енді хозяйкалар алмайды. Вице-премьер ретінде сізден сұрайтынымыз, соңғы сұрағым, соңғы өтінішіміз пресс-тур ұйымдастырса, әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер бойынша. Әңгіме жоқ. Жақсы ұсыныс. Сіздерден хабар күтеміз. Рахмет. Мен тапсырма беремін. Шымкентте пара да жоқ, сыбайлас жемқорлық та жоқ. Сенесіз бе, түп тамырмен жойылған көрінеді. Құдды бір жер жәннаты дерсің. Осылай бізді сендіруге тырысты. Біз де сеніп қалдық. Ал әкімдіктегі, медицинадағы қала берді мектептің тек қызметкерінің жұмысқа тұру ставкасын қайда қоямыз? Я это могу прям открыто, официально заявить. И это не только мои слова, это слова тех предпринимателей, которые занимаются в этой сфере. На самом деле сейчас коррупции именно в строительстве, госзакупках, закупках нет. Қазақстанда ондай көп қала да жоқ, бірақ Шымкент ең бірінші қалалардың бірі жемқорлықты тоқтатқан. Оны сенсеңіз де, сенбесеңіз де сол. Кез келген кәсіпкерді айтыңыз, бар ма бұрынғыдай бір жемқорлық нәрсе? Жоқ, алып тастады. Мен ойлаймын, енді ол кісі шындықты айтты, жалпы Шымкент қаласы бойынша ондай мәселе орын алған жоқ. Мүлдем жемқорлық жоқ. Ау? Мүлдем жемқорлық жоқ, иә? Енді ондай бар. Айтқаным рас. Жоқ, Қазақстан бойынша жалпы жемқорлық жоқ қала деп айтса бола ма Шымкентте? Енді оны халық баға береді, құзырлы органдар баға береді. Енді біз сол бағытта жемқорлыққа қарсы әртүрлі іс-қимылдар жоспарын құрудамыз, сол бойынша жұмыс істеудеміз. Арнайы қала әкімінің тапсырмасы бар, сондықтан бұл мәселе баса назарымызда. Демек, қазір бұрындағыдай айтылып жүретіндей, дейден жуушының өзі бір ақша бір жұмысқа кіреді деген бәрі миф па сонда? Енді ондай орын алған жағдайда біз әр мәселені жеке қараймыз. Әкімдік ішіндегі жиын барысында антикор қызметкерлері шенеунікті ұстағаннан кейін Шымкентте жемқорлық тоқтады ма? Енді біз сол бағытта барынша жұмыс атқарудамыз. Ондай келеңсіз жағдай орын алмау үшін, тәуекелдерді азайту үшін түрлі шаралар қабылдаудамыз. Әрине сол өзінің бір нәтижесін беріп келеді деген сенімдеміз. Енді мен басшы құрамда айтатын болсақ, ондай мәселе тіркелген жоқ. Мен тіркелмейді деп сенімдемін. Өйткені бұл тәуекелдердің бәрі ашық әкіммен айтылған, ескерту жасалған. Сондықтан қазіргі күні ондай мәселе жоқ деп сенемін. Су жаңа депутат Екатерина кім? Мәжіліс қабырғасында көпшілік сұрағына жауап алдық. Мен Смолякова Екатерина Сергеевна. Мәжіліске дейін Қазақстан Британ техникалық университетінде әлеуметтік және тәрбие сұрақтары бойынша проректор лауазымында жұмыс істедім. 6 жыл бойы жалпы білім беру саласында 10 жылдан астам тәжірибем бар. Мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бакалавриат магистратураны осы мамандық бойынша меңгергем. Талдықорған қаласындағы Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде, одан кейін Қазақ ұлттық педагогикалық университетін тамамдаған болатын. Докторлық дәрежені Қазақстан Британ техникалық университетінде алдым. Енді жалпы менің кәсіби жолым осы педагогикамен, білім берумен байланысты.
және де мәжіліс қабырғасында да көбінесе осы білім беру саласы, әлеуметтік сұрақтар, мәдениетке қатысты сұрақтар, идеология сұрақтарын, тәрбие сұрақтарын көбірек көтерем деп жоспарлап отырмын. Бүгінгі парламент мәжілісінің депутаты отбасында қандай ақышты? Отбасында қандай? Бүгінгі парламент мәжілісінің депутаты. Мен ба? Мен екі қыз баланың анасымын. Екі балам бар, жолдасым бар. Жолдасым менің тірегім. Қазіргі таңда менің отбасым Алматы қаласында, мен өзім Алматы қаласынан келдім, бірақ та оқу мерзімі аяқталғаннан кейін, яғни 25 мамырдан кейін бұйыртса балаларымды, отбасымды осында көшіріп әкелем деген ойым бар. Апталық шоуда бүгінге осы ақпаратты қолдау білдіреміз. Сіздің қолдау біз үшін қашанда маңызды, жазылуды ұмытпаймыз.